Құрметті халайық, мына Біріккен Ұлттар ұйымы адамның көңілін қалдырды. Жалғыз Біріккен Ұлттар ұйымы әлемдегі бейбітшілікті сақтаймыз, мемлекеттердің де, басқа мемлекеттердің де әлсіз болсын, күшті болсын, өмір сүруге хақысы бар. Ол мемлекеттердің тәуелсіздігінен құрметтейміз дей отырып, Израиль мен Американың сөзін сөйлеп шыға келді. Масқара жағдай қабылданды. Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне 15 мемлекет мүше. Сол 15 мемлекеттің 13 мемлекеті Иранда болып жатқан жағдайға Иранды айыптап шешім қабылдады. Ойлаңыздаршы, тыныш жатқан Иранға шабуыл жасайды екен Израиль мен Америка. Бірақ Иран үндемеу керек екен. Иранның айналасында мемлекеттерге жасап жатқан шабуылын тоқтатуын талап етті. Қатаң түрде талап етіп шешім қабылдады. 13 мемлекет. Ресей мен Қытай ғана бұған қосылмады. Ал енді ойлаңыздар, әділеттілік кімнің жағында? Біріккен Ұлттар ұйымының құрылуындағы мақсатын білесіздер ме сіздер? Бұл әлемдегі бейбітшілікті сақтау. Ол белгілі бір Американың жаңағы денсаулық сақтау министрлігі, мәдениет министрлігі сияқты министрлік емес. Бұл Біріккен Ұлттар ұйымы Американың қол астындағы немесе қолындағы қолбаласы емес. Бұл әлемдегі мына жер планетасындағы қанша халық бар, қанша мемлекет бар, қанша ұлт бар, қанша адам бар, солардың барлығына ортақ ұйым. Ал бүгіндері өзінің абыройын өзі төгіп отырған ұйымға айналып отыр. Өкінішке орай. Өйткені тыныш жатқан Иранға келді шабуыл жасайды Америка мен Израиль. Ал Иран олардың базаларына шабуыл жасаса, ана 15 мемлекеттің 13 мемлекеті қарар қабылдап, Иранның шабуылдарын айыптап, тоқтатуын талап етіп отыр. Ал бұл құжатта Израиль мен Америка туралы бірде бір сөз айтылмаған.